Тариқ сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Көк аспанға және түнде жарқ етіп шығатын Тариқ жұлдызына серт. Тариқтың не екенін сен білесің бе? Ол тас қараңғы түнекті жарып шығатын жап-жарық жұлдыз. Басы қасында қорғаушы және бақылаушы періштесі болмаған бірде-бір тірі пенде жоқ. Ендеше адам баласы өзінің нендей нәрседен жаралғанына зер салып қарасын. Ол ытқып шығатын болмашы сұйық судан жаралды. Ол сұйық бел омыртқа мен қабырға астынан шығады. Адам баласын әу баста осындай болмашы сұйықтықтан жарататын Алла, әлбетте оны өлімнен кейін қайтадан тірілтуге де құдіретті. Сол үшін ашылмаған құпия сырлардың бәрі ашылып, жарияға мәлім болады. Ол күні пенденің Алланың жазасынан сақтанатын қауқар да, медеткері де болмайды. Ішінде жауын-шашынның пайда болуы сынды көптеген табиғи құбылыстар қайталанып тұратын аспанға серт. Сондай-ақ өсімдіктердің өніп шығу үшін қопсып жарылатын жерге серт. Шүбәсіз бұл Құран. Ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын кесімді сөз. Ол бос, әзіл сөз емес. Оны мойындағысы келмегендер өздерінше құйтырқы жоспарлар ойластырып, тұзақ құрумен әлек. Алайда менің де оларға қарсы өз жоспарларым бар. Олай болса, ол кәпірлерді жайына қоя бер. Олармен әуре болма. Азғантай уақыт өз білгендерін істеп жүре тұрсын.